Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мамандырылған мектеп-интернаты. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ұлы Отан соғысына 75 жыл. Немене жетістігің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің келмесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр демекші Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ұлы Отан соғысы. Соғыс күйретуші күш, дәл солай барды жоқты ететін, тауды жер ететін, жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жұтатын тажал Ұлы Отан соғысы. Бұл сол кездегі кеңес халқының жүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін тарихта мәңгі қалатын күн. Сонымен 1941 жылдың 22 маусымда Германия өзара шабуыл жасаспау келісімін бұзып, тұтқиылдан Кеңестер одағы соғысы басталды. Европаны жайпап келе жатқан гитлерлік фашизмге қарсы көп ұлтты совет халқы жұмған жұдырықтай тас түйін күйде отан қорғауға кірісті. Бүкіл Кеңестер одағында төтенше жағдай орнады. Соғыс салған зардап әлі күнге дейін толық жойылған жоқ. Олардың отан күшін қан кешкен әрбір қадамы, жеңісті жақындата түскен әрбір күні ұмытылмайды. Өйткені ерлік шежіресі ұрпаққа ұлағат, ертеңгі күнге елге боларлық сабақ. Ұлы Отан соғысының сұрапылы ауыртпалығын бастан өткерген біздің елдің ұраны. Ешкім ұмыт қалмайды, ештеңе ұмытылмайды деу болатын. Дүние жүзін дүр сілкіндірген 1941 жылы мен 45 жылдар аралығындағы сұм соғыстың зардабы қазақ жерін айналып өткен жоқ. Әрбір 4-ші қазақстандық майданға аттанып, неміс фашистерімен жан аямай айқасты. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап жұдырықтай жұмылып, сүмбелі жетістіктерге қол жеткізді. Соғыс деген төккен нұр ары, ұлдың және қыздың да деген өлең жолдарынан ақ соғыстан ауыр кесапат болғаны көрініп тұр. Ковдан ева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен, жиып өскен, жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай, сұлу сазды жастықтың күйін кешкен, күйін кешкен, күйін кешкен. Батыр қызы сен халқымның, ару қызы сен даламның, ерке құсы сен даламның. Туған жерде толамыз, ертең жігіт боламыз. Отан ортақ үйіміз, көңілді әнмен күйіміз. Мейрамдарың құтты болсын жігіттер, болмасыншы көңілдерінде күдіктер. Мейрамдарың мен аға, іні, бауырлар, орындалсын алға қойған үміттер.
жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір, хабарсыз ұлын сұрауға, жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйдің сөніп қалды оттар, көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар деп Сырбай мәуленіп жырлағандай, тарихта 1941-1945 жылдар аралығында екінші дүниежүзілік ұлы отан соғысы болды. 1939 жыл 23 тамызда фашистік Германия Кеңес одағымен шабуыл жасаспау туралы келісім жасаған болатын. Соған қарамастан 1941 жыл 22 маусымда фашистік Германия опасыздықпен соғыс жарияламастан КСРО аумағына аяқ астынан басып кірді. Олардың Барбаросса деп аталатын стратегиялық жоспар болатын. Бұл соғысқа Қазақстанның әрбір отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып ұрысқа аттанды. Қазақстандық жауынгерлер Украинаны, Белоруссияны, Балтық бойын, Молдавияны азат етуге қатысты. Мыңдаған қазақ жігіттері кеңес әскерінің құрамында болды. Бұл ұрыста шығыстың қосшынар атанған пулеметші Манчук Маметова мен 54-ші атқыштар бригадасын снайпер мергені Әлия Молдағұлова болды. Иә, балалар, бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Әкелеріміз, аналарымыз, ағаларымыз ерлікпен отанымызды қорғады. Ұлы отан соғысына қатысқандардың есімдері аңызға айналып, тарих бетіне батыр деп жазылды. Олардың ішінде жазушы батыр ағаларымыз да болды. Олар Қасым Қайсенов, Қасым Аманжолов, Бауыржан Момышұлы, Баубек Болқышев, Әзілхан Нұршайықов, Әди Шәріпов болатын. 1945 жыл 8 мамырда фашистік Германия тізе бүккендігі туралы шартқа қол қойды. 1945 жыл 9 мамырда Қызыл армия жеңіске жетіп, Ұлы отан соғысы аяқталды. Сондықтан 9 мамыр жеңіс күні болып тарихта сақталды. Балалар, жеңіс күніне арнаған ән жырымызды тарту етейік. Домбырамның үні кенеттен жалғасты, толқындар алмасты аяғымнай. Дала күші дала, шексіз ұран дала, сынға қыран дала аяғымнай. Қанжырамыздай, аманат аламыздай, алыстап барамыздай, бізді өтіп барамыздай, сізді қанжырамыздай, аманат аламыздай, Жадыраңқы бүгін қабақ ашылған, жаса жеңіс мұң қайғыны қашырған. Мен жеңістің көріп тұрмын алауын, жанарлардан алтын шуақ шашылған. Бейбітшілік сақталады. Әлем сүйген салтымыз бар, бейбітшілік ел ұраны. Өмір сүйген халқымыз бар, бейбіт елдің біз ұланы. Халықтар өмірді қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар, кел достар, әр елде бейбіт күн жасасын әлемде.